Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі қазақ тілі сабағымызға қош келдіңдер. Ендеше балалар, сабағымызды бастамас бұрын өздеріңе берілген ребусты шешсеңдер. Яғни осы суреттерді шешу арқылы біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы анықталады. Өте дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы уақыт алтыннан қымбат. Яғни ребусты дұрыс шештіңдер. Ребустағы сөзіміз уақыт. Сабақтың мақсаты берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құрады. Ендеше бірінші тапсырма. Адам баласына берілген баға жетпес құндылықтардың бірі уақыт. Бүгінгі күні дамыған өркениетті елдерге бара қалсаңыз, кез келген адамның осы уақыт мәселесіне келгенде тым сараң екенін байқайсыз. Адам баласы уақыттан ұтылған жағдайда көп нәрседен қағылатынын жақсы біледі. Тіпті қалалардағы автобус пен көлік аялдамаларынан жүру мезгілдерінің 15:05, 13:15, 20:12 сияқты әрбір минутқа дейін есептеулі екенін байқап таң қаламыз. Көліктері де сол белгіленген уақыт ережесінен 1 минут озбайды. Біздерден сағат сұрағанда 9-дан 15 минут кетті десең, 9:30 десейші дей салатын уақытқа деген тым ысырапшыл түсінік оларда жоқ. Уақыт бір орталықтан бастау алатын және мәңгілікке созылған спираль тәрізді. Біз ауқаттанған кезде астың дәмінен ләззат алып, оның пайдасын көреміз. Уақыт та сол сияқты. Сәттерін, минуттарын, күндері мен апталарын қаншалықты тиімді пайдалансақ, соншалықты ләззат аламыз. Оның өтіп, оралмасқа кеткенін қаламаймыз. Өмір ләззаты мен қуанышы сезіліп, әрбір күніміз бен келешегімізге үміт отын сыйлаған кезде, қаншалықты көз тоймас нығмет болса да, егер оны ойланбай өткізсек, оның адамның иығына артылған ауыр жүктен ешқандай айырмашылығы болмайды. Уақыт адам өмірінің ақшалай құны. Уақыт әркімнің нақтылы өмірлік капиталы. Адамның босқа кеткен әрбір сәті отқа жаққан теңгемен тең. Адамның ақшалай уақыты адамның өзіне байланысты. Біреудің 1 сағаты 1000 теңге болса, енді біреулердікі 1 тиын. Кісінің кісілігі уақытты босқа өлтірмеуден басталмақ. Міне балалар, бүгінгі мәтінімізбен таныстыңдар. Ендеше сол мәтін бойынша берілетін сұрақтар. Берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру. Осы тапсырманы берілген дескриптор негізінде орындаймыз. Берілген мәтінді оқиды, кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді негізге алады, қарапайым жоспар құрады. Сендерге берілген екінші тапсырма. Уақыт сөзіне 5 жолды өлең жазу. Бірінші тармақ 1 зат есім, екінші тармақ 2 сын есім, үшінші тармақ 3 етістік, төртінші жол кез келген сөз таптарынан тұратын 4 сөз. Бесінші жол тағы да бір сөзден, әдетте әрине ол зат есімнен тұруы керек. Тармақтарды негізге алады, уақыт сөзіне 5 жолды өлең жазады, дескрипторы арқылы орындаймыз. Ендеше бүгінгі сабағымыз соңына жетті. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.